2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан халқы ассамблеясының 27-ші сессиясы өтті. Аталған іс-шараға мені спикер ретінде шақырылды. Әрине, осындай маңызды шараға қатысу, елбасы алдында сөз сөйлеу мен үшін зор мәртебе әрі үлкен бақыт. Сессияда сөйлеген сөзімде айтып өткенімдей, менің отбасым Чечен Республикасында соғыс басталғаннан кейін Қазақстанға келіп, екінші отанын тапты. Осы қиын кезеңде шешендерге көрсетілген көмегі үшін елбасымызға алғыс айтуды армандайтынмын. Алайда осындай мүмкіндік болмайды деп ойладым. Барлық шешен ұлты атынан елбасымызға алғысымды білдіргенім үшін өте қуаныштымын. Сессия барысында сахнаға өзін елбасының еркін күрестен жаттықтырушысы ретінде таныстырған үлкен кісі шықты. Ол Нұрсұлтан Әбішұлы жас кезінде өте талантты, күшті балуан болғанын, сонымен қатар елбасы жаттығуды одан әрі жалғастырса, әлем чемпионы атағына ие болатынын сеніммен айтты. Экранда Нұрсұлтан Әбішұлының күрес киіммен тұрған фото суреттері көрсетілді. Осы сәт мен үшін тосын сый болып өте қуантты. Себебі менде кішкентай кезімнен күреспен айналысам. Елбасымен кездесу менің ішкі жан дүниеме айтарлықтай әсер етті. Осы кездесуден кейін елімнің, халқымның, отбасымның алдында жауапкершілігім одан сайын арта түсті. Мен үшін елбасы көшбасшы, қорғаушы және ерліктің үлгісі. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Халқымыздың бірлігі тәуелсіздігінің іргетасы, халқымыздың басты күші деп ойлаймын. Қазақта бірлікті ел бұзылмас деген жақсы сөз бар. Сондықтан халқымыздың бірлігі нығая берсін деп тілеймін. Бәріміз бірге барлық қиындықтарды жеңе алатынымызға сенімдімін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Елбасаған көсем болсын аман есен, халық үшін туған Нұрсұлтан.